Саламатсыздар, қазақ елі. Мемлекеттік тіл менің тілім аты челленджді бастаймыз. Менің атым жыным Татьяна Ким. Мен Халықаралық Тарас инновациялық институтының қаржы және аудит кафедрасының оқытушы қызметін атқарамын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі. Мемлекеттік тілді меңгеру Қазақстан Республикасының әрбір азаматтың парызы. Бұл қағиданы мен өз басым терең түсінемін. Көп тіл білсең көкжиген кен болар. Көрметтейді кісі екен деп төрге озар. Қай елде жүрсең де бұл дұрысы. Мемлекеттік тілде үйренген жөн болар. Саламатсыздар ма? Менің атым Анвар. Мен Халықаралық Тарас инновациялық институтының есеп және аудит білім беру бағдарламасының 3-ші курс студентімін. Менің оқу орнында мемлекеттік тілді толық меңгеруге үлкен көңіл бөлінеді. Мен өз отанымды және қазақ тілін сүйемін. Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Шамиль. Мен Халық Тарас инновациялық институт қаржы білім беру бағдарламасының 3-ші курс студентімін. Мен өз отанымды және қазақ тілін сүйемін. Саламатсыздар ма? Менің атым жөнім Сахибжанова Динара. Мен Халықаралық Тарас инновациялық институтының есеп және аудит білім беру бағдарламасының 2-ші курс студентімін. Мен өз отанымды және қазақ тілін сүйемін. Осыған байланысты біз сіздерге Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» деген өлеңнің өзінде оқимыз. Қабыл алыңыздар. Үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің. Соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің. Тас жүректі тілімен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсемде, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жар барсың ба, ойланбай ақ келдағы отал менен. Үш бірдей бақытым бар алақымда, мені мұндай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға.